қазақ елінің ұлы аналары экспозициялық картинамыз. Жаңа таныс болып көріп жатырсыздар. Осы орталыққа келген қонақтарымыз, әсіресе жастар қазақ елінің аналарын, олардың ғұмырнамасын танысын, көрсін деген мақсатта салынды. Қызылордалық суретшілер салған. Суреттің бір ерекшелігі тек қана суретті көрмейді, олардың ғұмырнамасымен де танысып жатады. Енді туған жерге қош келдіңіздер. Үлкен миссиямен, үлкен мақсат жоспармен келіп отырсыздар, жалпы Қазақстанға жиі келіп тұруға тырысасыздар ма? Әрине, мен бірінші рет 1986 жылы ол кезде одақ болып тұрған кезінде келгенмін. Одан кейін 2000 болғалы жыл сайын қанша рет келіп кетіп тұрамыз. Осы елді аңсаймыз, сағынамыз, сағыныш басу үшін, мұңымыз басу үшін келіп кетіп тұрған жағдайымыз бар. Бұл келген сапарымызда мен өзім жеке бір документар фильм түсірілген, соның тұсаукесерін осы елді көрсетейік, ұрпаққа бір маңызды бір әсер қояды ма деген ойменен келген жайымыз бар. Қазақ деректі фильмінің таныстырылымы Қызылордада өтеді. Фильмнің басты кейіпкері өзіңіз. Бірақ бұл жиынтық бейне, яғни осы фильм арқылы шет елдегі қазақ қандастарымыздың тағдырын, өмірін фильмге шамалы тоқтап кеттіңізші, қанша уақыт түсірдіңіздер? Енді бұл бір жылдың көлемінде түсірілді. Германияның 3 қаласында, одан кейін Австрияның Салцбург деген қаласында. Одан келе біз Түркияда, мен жүрген жолдардың бәрін түсіруге бастады. Сол Түркияда Истанбул, одан кейін Салил деген қайын жұртының ауылында түсірілді. Одан кейін Алматы, мен бірінші рет келген қалам. Одан кейін Астана, бүгінгі Астана жолынан кейін қарым-қатынас жалғасып келе жатыр. Ең соңында Маңғыстауда. Маңғыстауда енді менің атам екенім, әкем де шешем де сол жердің тумасы. Сол кіндігін кесіп қан төккен жер сол ел болғаннан кейін сол жерде фильм аяқталады. Басты кейіпкер өзіңіз, қанша кейіпкер бар ол жерде? Мысалға келіншегіңіз бар ма ол фильмде? Хронометражы қанша? Енді негізгі кейіпкер өзім болдым, бірақ мен өмірі байланысты әрине жанұямның бәрі толық ішінде бейнесі, әңгімелер көрсетіледі. Енді бұл біздің аталарымыз қай жылдары осы жерден қоныс аударған, не себептен қоныс аударған бәрін соның бейнеде түсіріледі. Сол мақсатпен енді жат елде жүрсең де осы елдің өкілі болғаннан кейін ана тілді ұмытпау, елдің қамын соғу, екі елдің арасында көпір болу деген міндетпен атқарылған бір шаруа болды да, соны баяндайды. Қанша уақыт дегенде бүткіл Германиядан бастап дейсіңіз бе? Неге Маңғыстауға шейін? Бір жылға жақын не болды, 10 ай ма, 1 жыл ма, сондай бір уақытта бәрін түсіп үлгердік, шүкір. Мен өзім Түркияда дүнияға келдім. Жәнегі күйеуім айтқандай Салилі деген жерде, Измирден 1,5 сағат ұзақтығында. Мен сол жерден нағыз аталарым, әкем, онен кейін нағаш атам, нағаш апаларым Қытай жақтан. Әкем өзі Барколда туылған. Мамам неге Қытайдан олар қоныс аударғанда Пакистанда, Индияда туылған шешем. Мен Түркияда дүнияға келгенмін. Күйеуім өзі айтсын, Иранда туылған. Иранда дүниеге келді ағай. Иранда дүниеге келіп, сіздер Германияда табыстыңыздар, әрине, ең қызық жері. Мен 1957 жылы Иранның Бандар Түркмен деген қаласында өмірге келгенмін, түркмендер арасында. Одан кейін 1979 жылы сол жерде саяси көтеріліс болып, түркмендер билікке қарсы автономия аламын деп саяси күрестерін жалғастырғаннан кейін мен соларға қатысып, саяси қуғынға ұшырап, сонымен 79 жылы мен елден кетуіме тиісті. Сол Германияға кетіп қалғанмын. Содан бері 1980 жылдан бері сол Германияда тұрамын. Жалпы сыртта жүрген біздің сыртта туылған жастар бар, қандастарымыз. Олар ұмытып кетпес үшін, туған тілін ұмытып кетпес үшін, тарих дәстүрін ұмытып кетпес үшін Германияда жиі бас қосып тұрады екенсіздер. Әрине, жыл сайын өзінің жерде Еуропа қазақтары болып, құрылтай өткізіледі. Әр жыл сайын бір қалада енді жалпы мына Еуропа елдерінде 10 мемлекетті қазақтардың ұрпақтары тұрады. Сол жыл сайын кезекпе-кезек сол құрылтайын өткізіп, жастар бірімен аралассын, бірімен таныссын, ертеңін өзінің тегін ұмытпасын деген мақсатпен құрылып жатқан бір желіс бір құрылтай. Бірақ ода өте маңызды, себебі әрдайым сол балдар тегін білу керек, елмен араласу керек деген мақсатпен біз сол мүмкін болғанша сол балдарды жастарды елге келуге, елге
осы жаққа қарым-қатынас жалғастыруына үлесімізді қосып отырамыз. Иә, бұл сіздің ұлтқа деген, тілге деген жанашырлық махаббатыңыз деп білеміз. Бізде қазіргі мысалға Қазақстанда туған балдардың өзі қанша дегенмен еліктеушілік болады, ұмытып кетпесін, дәстүрлер кейінгі ұрпаққа берілсін деген мақсатта осындай орталық жұмыс жасап жатыр. Ал сіздің еңбегіңіз, тілге деген махаббатыңыз ерекше екен. Тіпті өзіңіздің балаңызды Қазақстанға оқуға түсірдіңіз. Германияда туып өскен баланы. Енді балдар енді әрине адам баласы әр нәрсені өзінен бастау керек қой. Сондықтан мен тұңғыш баламды 13 жасында осы елге әкеліп, осы жерде қазақ-түрік лицейін бітіріп, одан ары қарай өзінің жоғары білімін сол казгуде бітірді. Құдайға тәуба, сол қазақ тілін де жақсылап меңгеріп, сол қазіргі таңда өзі Германияда жұмыста қызметте болып жатыр. Бірақ көзқарасы дұрыс. Енді қазақ айтады ғой, мың рет естігенше бір рет көрген артық дейді. Біз енді насихат ететін себебіміз де балдар міндетті түрде елмен қарым-қатынасын жалғастыру керек, ата-аналардың міндеті соларға жағдай жасау керек қой. Енді елді көрмеген, осы аяқ баспаған адамға ол қанша айтсаң да ол бір әсері шамалы болады. Сондықтан Құдайға тәуба, сонымен балам өшеді, өзінің жарында өшеді, таңда өшеді тауып, сонымен қазір қарым-қатынас елмен жақсы, Құдайға тәуба, үйде енді қазақша тәрбие жалғасып жатыр. Қызылорданың қызы емес па, келіндеріңіз? Осы елде туып өскен Қарлығаш деген қызымыз керемет. Енді өзі қарым-қатынасын жалғастырып тұрып, немерелеріміз бар дегендей ақ. Құдайға тәуба. Қызылордаға құдасыздар. Қызылордаға құдамыз, иә. Құдамыз өшеді, кешеден бері сол кісілермен бірге жүрміз. Керемет бір жақсы әсер, құдалар енді жақсы күтіп жатыр. Алла разы болсын деп айтамыз. Ал бұл біздің орталықтың тұмары, өмір иірімдері деп аталады. Тоқшылық, елімізде молшылық, әр үйде несібе береке болсын, төрде ілініп тұрсын деген мақсатта біздің орталықтың қолөнер шебері Ақмарал Жұмағұлова ханым тоқыған. Кәдімгі газет, соны ширату арқылы шит оқимыз. Бұны тұрмыстық заттарға пайдалануға өте болады. Киізді осымен не алады? Ол да бар. Анау ар жағында тұр, ол да шимен тоқимыз. Балдар қайтсын үйренгісі келеді, сол бағытында біз жұмыс жасаймыз. Мынау макраме. Бұл да өрнектің бір түрі. Оңнан солға қарай, солдан оңға қарай тоқылынатын, кезек-кезек ауысып отырады макраме. Түркияда да болған еді бізде. Сол кезінде мынандай ашық светтер, мынандай реңктер емес. Соған түстері, сонда түстеп тамақ нелер салуға. Дорба сияқты. Дорба. Енді мынандай біздің Европада да бар, мынан түрлі дизайн жасайды, гүл қоятын, сондай ашық светтермен де. Ашық светтерден, керемет. қанық светтерден де тоқуға болады. Кәдімгі қабырғаға әмірі гүл салғыш. Қазақ халқының аналары осылай киінген деп жастарға көрсету мақсатында музейлік зал жұмыс жасайды. Ең бастысы бұл жерде тек көрсетіп қоймаймыз, этнографиялық шығу тегін көрсетеміз киімнің. Сәукеле деген қандай мағынаны білдіреді десек, көп оқушыларымыз біле бермейді. Сәукеле, сау келе жатыр. Бой жеткен мысалға қалыңдық өзінің елінен жігіттің жеріне сау келе жатыр, аман есен келе жатыр деген сәукеле сөз шыққан. Соны айтып, осындай этнографиялық мәлімет берген кезде оқушылар қызығып, таңданып қарайды. Негізі сау келе жатырғанына оң ғой. Иә, сау келе жатыр деген сөзден шыққан. Әрине, ол енді қалай болмасын, бұл өте керемет әсер алып жатырмыз. Бұл енді ұрпаққа өте әуеде қажет болып тұр ғой. Біз енді елге барғаннан кейін бұны насихаттаймыз ғой елдегі. Әрине, бәр нәрсе осы елден бастау керек қой. Біз енді керісінше жат елде туғаннан кейін көптеген құндылықтарды ұмытуға бастадық. Біз оларға тәрбие беруге мүмкіншілік жоқ, орта жоқ. Одан кейін арғы жалғастыратын үлкен кісілерде бәрі көбі өзінің қиыншылықтармен байланысты ерте кетті өмірден. Бірақ керемет. Жалпы фильмді есіме түсіп тұр тағы да. Қазақ тілінде шығарылды, қазақ қандастарымыздың шетелдегі тағдыры, бірақ ол шетелдерде де басқа ағылшын тіліне аударылып көрсетіліп жатыр. Ағылшын тілінде, одан кейін неміс тілінде, одан кейін француз тілінде, 3 тілде қатар жүріп жатыр. Енді шетелде әрине қазақтың тілін аудармашы несі қиын ғой, сондықтан сол жазбалы түрде сол 3 тілге. Кеше күні біз Астанада көрсеткенде Германияның елшілігі, одан кейін елшінің өзі келіп ат салыстырды, одан кейін Испанияның өкілетті елшінің орынбасары келді. Олар да қазір ұсыныс жасап жатыр, бізде енді рұқсат болса соны біз Испания тіліне де аударсақ деген
ұсыныс келіп жатыр. Енді әрине маған енді елді, қазақтың тағдырын білген бәрімізге ортақ дүние ғой. Бүгін енді сыр өңіріне келіп, біздің орталықпен танысып жатқандарыңызға қуаныштымыз. Әрдайым жолдарыңыз түскен кезде міндетті түрде келіп тұрыңыздар. Біз де сіздерге рахмет айтамыз. Мен шыннан өте қуаныштым. Бұндай керемет бір дүние бұл жерде жаратыпсыңыз, жасапсыңыз. Елімізге де Алла разы болсын, сізге қолдап жатыр. Әрине бұндай бір нәрсені жасауға қандай қаражат керек. Өте тамаша идеяларыңыз, сондай визионыңыз сондай керемет. Енді мен өзімде мына өнерлілеріне жақсы көремін, мына идеяларымде болады көп. Әрине бұнандай бір мүмкіншілік болып жатыр мына жерде. Жиі келуге тырмысамыз енді. Мен өзім маған қатты ұнап қалды. Рахмет сіздерге. Біздерге бұндай мүмкіншілік бердіңіз. Бүгін жақыннан таныдық. Алла разы болсын. Келешекте жиі келіп тұрайық. Бізді Германияға барғанда жан-жақта бүткіл нелерді көрсетіп, суреттерді, видео түсірдім ғой жаңа. Бізді айтамыз. Сіздің Инстаграмда бар екен, сол жерден де қараймыз. Алла разы болсын. Насихаттап жүреміз дейді ғой енді. Әрине баршаңызға бір рахмет. Бұл өнердің жалғасын тапсын, мол табыс тілеймін. Енді бұл өте ұрпаққа әуеде қажет, өте жақсы табыс тілеймін. Аман болыңыздар.